Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Айгерім Шынтемірқызы бүгін ең дәмді, оңай бисквит дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ал енді бисквитке керекті заттармен таныс болайық. Бізге 4 жұмыртқа, құмшекер, қопсытқыш және ұн міндетті түрде елгезектен өткен болуы тиіс. Ал енді ыдысымызды және миксерімізді аламыз. Міндетті түрде миксердің насадкалары құрғақ болуы керек. Ыдысымызда құрғақ болғаны жөн. Бірінші 4 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне құмшекерімізді саламыз. Жақсылап миксердің қатты жылдамдығында 2 есеге дейін өскенше араластырамыз. Міне осылай 2 есе болып өсуі тиіс. Аппақ бетіне көпіршіктері шығып, одан кейін бетіне біз қопсытқышымызды саламыз және ұнымызды міндетті түрде бөліп салуымыз керек. Себебі біздің бисквитіміздің әдемі көтерілуіне септігін тигізеді. Ал енді миксердің жай жылдамдығында ұнымызды бөліп қосып араластырып отырамыз. Ал енді дайын болған бисквитімізді табаға салып пісіреміз. Ең бірінші табамызды сары маймен майлаймыз. Сізде май болса, онымен де майлауға болады. Өз қалауларыңыз. Міндетті түрде протеин салып майлаңыздар. Ал осылай барлығын табамызға құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін міндетті түрде табаның бетін тегістеуді ұмытпаймыз. Ал енді 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Ал енді дайын болған бисквитімізді табадан міндетті түрде суығаннан кейін аламыз. Бұл бисквитімізді ортасынан бөліп бір-бірінің үстіне қабат жасаймыз. Мен ортасына қойылатылған сүтті жақтым. Бір-бірінің үстіне қойып қабат жасадым. Жалпы өз қалауларыңыз бойынша тек сол піскен күйінше қалдырсаңыздар да болады. Осылай мен сияқты жай ғана бетін әрлеп қойсаңыздар да болады. Бес 10 минутқа қалдырамыз. Себебі біздің қойылатылған сүтіміз біздің бисквитімізге сіңуі тиіс. Ал одан кейін дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдеп, әдемі болып піседі. Сіздер де жасап, міндетті түрде бағасын беріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Егер де менің видеоларым сіздерге ұнаса, және оны үнемі бақылағыларыңыз келсе, қоңыраушаны да басып алыңыздар. Рахмет.